Екінті намазының 4 ракат парызы. Уақыт кірісімен дәрет алынып дайындық жасалады. Ниет, екінті намазының 4 ракат парызын оқуға ниет еттім деп іштей айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. Тәкбір, екі алақанын құбылаға қаратып, бас бармақтары құлағының сырғалығына дейін келетіндей етіп, қолдарын көтеріп, Аллаху Акбар сөзін айтып, тәкбір алады да қиямға тұрады. Қиям, оң қолын сол қолының үстіне қойып, бас бармақ пен кішкентай саусақпен сол қолдың білегін қапсыра ұстайды. Қос қол кіндіктен төмен тұсқа байланады. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Руку. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп рукухке барады. Рукух кезінде Субхана Роббиял Азим. Ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте таспих айтылады. Сәми Аллаху лиман хамида. Алла мадақ айтқан құлын естеді деп рукухтан тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана вәләкәл хамды. Уа Раббымыз, барша мадақ тек саған лайық сөзі айтылады. Сәжде, содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля. Аса ұлық Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте таспих айтылады. Сәждеде шынтақтарын ашып, жерге тигізбей ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. 2 сәжде арасындағы отырыс. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Бұдан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеге Субхана Роббиял А'ля деп 3 мәрте тәспих айтады. Сәждеден қиямға тұру. Сәждеден тұрғанда алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып, Аллаху Акбар деп қиямға тұрады. 2-ші рәкат. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, бас бармақ пен кішкентай саусақпен сол қолдың білегін қапсыра ұстау керек. Қос қол кіндіктен төмен тұсқа байланады. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ихдина ас-сиратал мустақим. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Руку. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп рукухке барады. Рукух кезінде Субхана Роббиял Азим. Ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте таспих айтылады. Сәми Аллаху лиман хамида.
Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтан тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана вәләкәл хамды, уа Раббымыз, барша мадақ тек саған лайық сөзі айтылады. Сәжде, содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля, аса ұлық Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тасбих айтылады. Сәждеде шынтақтарын ашып жерге тигізбей ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. 2 сәжде арасындағы отырыс. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Бұдан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеге Субхана Роббиял А'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. Соңғы отырыс. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Қолдың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Сол аяғын жайып үстіне отырады. Оң аяғын тік ұстап, құбылаға бағыттайды. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. Ат-тахияту лиллахи вассалавату ват-тайбату ассаламу алейка айюхан набию ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ссалихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. 2-ші рәкаттағы отырыстан қиямға тұру. 3-ші рәкат. Отырыстан тұрғанда алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып, Аллаху Акбар деп қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, бас бармақ пен кішкентай саусақпен сол қолдың білегін қапсыра ұстау керек. Ескерту. 3-ші рәкатта Фатиха сүресінен кейін қосымша сүре оқылмайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ихдинас-сиратал мустақим. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашық ұстап, қолды тізенің үстіне қояды. Бас пен арқа бір деңгейде болып, аяқты түзу ұстайды. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Роббиял Азим, Ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тасбих айтылады. Сәмиаллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естіді деп рукухтан тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана вәләкәл хамды, уа Раббымыз, барша мадақ тек саған лайық сөзі айтылады. Сәжде. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде шынтақтарын ашып жерге тигізбей ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиял А'ля, аса ұлық Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте тасбих айтылады. 2 сәжде арасындағы отырыс. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Сол аяғын жайып үстіне отырады. Оң аяғын тік ұстап, құбылаға бағыттайды. Бұдан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеге Субхана Роббиял А'ля деп 3 мәрте тасбих айтады. 4-ші рәкат. Сәждеден қиямға тұру. Сәждеден тұрғанда алдымен басын көтеріп, сонан соң қолымен тізесін таянып, Аллаху Акбар деп қиямға тұрады. Оң қолын сол қолының үстіне қойып,
бас бармақ пен кішкентай саусақпен сол қолдың білегін қапсыра ұстау керек. Ескерту: 4-ші ракатта Фатиха сүресінен кейін қосымша сүре оқылмайды. Қиямда кезегімен төмендегілерді оқиды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Осыдан кейін Аллаху Акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашық ұстап, қолды тізенің үстіне қояды. Бас пен арқа бір деңгейде болып, аяқты түзу ұстайды. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана Роббиял Азим, Ұлы Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте таспих айтылады. Сәми Аллаху лиман хамида, Алла мадақ айтқан құлын естеді деп рукухтан тұрады. Тұрғаннан кейін Роббана вәләкәл хамды, Уа Раббымыз, барша мадақ тек саған лайық сөзі айтылады. Сәжде. Содан соң Аллаху Акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде шынтақтарын ашып, жерге тигізбей ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар құбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана Роббиял а'ла, аса ұлық Раббымды барша кемшілік атаулыдан пәктеймін деп 3 мәрте таспих айтылады. 2 сәжде арасындағы отырыс. Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Отырғанда Субханаллах сөзі айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Сол аяғын жайып үстіне отырады. Оң аяғын тік ұстап, құбылаға бағыттайды. Бұдан соң Аллаху Акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеге Субхана Роббиял а'ла деп 3 мәрте таспих айтады. Соңғы отырыс. Сонан соң Аллаху Акбар деп басын сәждеден көтеріп тізерлеп отырады. Қолдың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Сол аяғын жайып үстіне отырады. Оң аяғын тік ұстап, құбылаға бағыттайды. Отырғанда кезегімен төмендегілерді оқиды. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Екі жаққа сәлем беру. Дұғаларын оқып болған соң, Әссәләму алейкум ва рахматуллах деп, алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша Әссәләму алейкум ва рахматуллах деп, сол жағына сәлем беріп, екі алақанын жайып, төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Астағфируллах, астағфируллах, астағфируллах. Аллахумма антассалам ва минкассалам. تباركت يا ذا الجلال والإكرام.